Полиция қызметкерлері алаяқтық азаматтарды алдап алған ақшалай қаражатты банк карталары арқылы қолма-қол ақшаға айналдырумен айналысқан күдіктіні ұстады. Тергеу барысында күдіктінің 18-25 жас аралығында жастардан банк карталары 20-30 мың теңгеге сатып алып, кейін оларды үшінші тұлғаға қайта сатқаны анықталды. Аталған банк карталары алаяқтық жолмен иеленген ақшалай қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру мақсатында пайдаланған. Алдын ала мәліметтерге сәйкес, осы банк карталары арқылы шамамен 10 миллион теңгеге көлемінде қылмыстық жолмен алынған қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Жыл басынан бері Ақтөбе облысы интернеттік алаяқтық қылмыстарда қатысы бар 60-тан астам дропер анықталып ұсталды. Полициялар олардың барлығын қатысты заң аясында тиісті шаралар қабылдады.